Альбаевич. Вам слово. Дорогие друзья, салам алейкум. Есть у аксакалов старинная пословица. Когда, говорит, я был киргиз, ел махан и пил кумыс. Махан — это бежбана. А когда стал я казах, куда делся мой курсак? Дорогие друзья, всех вас с вашими праздниками. Серик, рахмет тебе, что ты устроил нам этот праздник, устраиваешь этот праздник. Дай Бог тебе здоровья, благополучия семейного, чтобы твои дела шли вперед. Большое спасибо тебе. Аблайхан приехал из Казахстана специально на этот праздник. Он часто нас посещает. Раньше здесь был постоянно, 8 лет с нами. Сейчас нас только постоянно. Аблайхан, тебе большое спасибо. Всех с праздником, здоровья, благополучия. У казахов есть пословица, у стариков. Ергісінің жылы екі елу дейді. Всем желаю прожить екі елу. Рахмет, Оксана. Айнага. Вот здесь я поправлю немного Оксана Альбаевича. Здесь Оксана Альбаевич и все. Здесь не я устраиваю праздник. Вообще, это вот совет Казанька. Вообще, я, можно сказать, не делал. Здесь ответственная была вот Айшат Байгазиева, вице-президент, Уразгуль Абдаева, Гульнара Бекарстанова. Вот они много вложили сил своих, вот, чтобы вот это сегодня состоялось. А мое участие так, руководящее. Я в твоем лице благодарю всех тех, кто участвовал в устроении этого праздника. Большое спасибо. Рахмет. Ну, чтобы все правильно понимали. Среди нас есть уважаемый наш аксакал Булат Өнерович Джамалов. Ставим слово Булату Өнеровичу. Добрый вечер. Я признателен за соглашение сегодня на этом мероприятии. Никто не снес. Хочу Куда не ходи, куда подчеркнуть, что вот идея проведения ежегодного аксакала очень благородная идея. Вспоминая историю нашего движения общественного, можно вспомнить целый ряд имен наших аксакалов, начиная от первой когорты, которая в 90-е годы начинала эту деятельность, ну и заканчивая сегодня вот нашей шеренгой аксакальской. Понимаете, вот мы живем в Москве, и, наверное, очень важно общаться друг с другом. Но формы общения могут быть разные. Мы можем встречаться индивидуально, можем встречаться с семьями, можем встречаться с какими-то группами. Но если мы организованы какие-то юридические лица, организации, то мы тем самым берем на себя ответственность перед государством за ту деятельность, которую мы планируем и проводим совместно. Организации нужны для того, чтобы совместно что-то делать. А задача у нас очевидна, это сделать все, чтобы создать условия для нас и для наших детей, чтобы сохранить нашу самобытность, вот те традиции наши этнокультурные, но то, что входит в задачи национальной политики. Поэтому государство очень пристально регулирует эти вопросы этнокультурных, национальных отношений. И отсюда наша ответственность перед государством.
Вы понимаете, что это непростая работа. Я отдаю должное вот активу нынешней автономии, то, что вот проводится такая работа. И хочу пожелать вам всем благоденствия, здоровья. И главное, это вот, чтобы желание вместе что-то делать, чтобы оно не оставалось. Еще раз благодарю вас за приглашение. Ахмед Владимирович, вам спасибо, что пришли, вот, поздравили нас, здоровья вам и всех благ. Ну, а теперь у нас еще есть дальше поздравления, я думаю, но это мы продолжим в процессе работы. Сейчас передаю трубку, или как, микрофон нашему заслуженному деятелю Республики Казахстан Исламу Сарнаеву. Песня зовут. Дорогие друзья, действительно прекрасный вечер получилось сегодня. Знаете, что она вот правильно сказала сейчас Аксакал. Кыргыз, казах, бартугандер. Вот действительно, вот нарочно не придумаешь. Вот сегодня так получилось, что вот, действительно, как в Казахстане, как в Алмате я сижу, большой поле. Целый Дастархан, целый Туйхана, полный наших людей. Это прекрасно. В Москве, если честно говоря, вот эта еда, вот это там шампанское или вино у всех дома есть, в принципе. Не хватает общения, если честно, которое мы вот сегодня всем нам. Так что, дорогие друзья, вот Серику и правлению, как говорится, Казахстана, большое спасибо. Вот недавно только Серик начал эту работу, он мощным вот своим, как говорится, упорством поднял эту работу, да? Общество, общественник делает для людей, он себя отдает, свое время, свои иногда деньги даже. Мектебі көркейтіп сонда өйткені арадан талай жігітті мен ауылдан кеткені сағындым мен ауылда
Шу Арзбек Бильярдыры Гульгуняш. Песня про молодость. Жашавтарылы ыр. Cilalardan ülkeyi, çay
жанжал бар жерге сыймай, кеудесі әнге сыймай, жырға сыймай, дариғай жырға сыймай. Көрімде тұрған едім, теріскейім, күнгейдің құрласындай, сырласындай, дариғай сырласындай. Terbetelegen ay, sen bizga aq besinsin, terbetelegen ay. Mang jalxamın, kelinşektan jola qurgan, qızıl gül bosamaydı, qonaqtardan, darigay qonaqtardan ay. Bullaqlardan, darigay bullaqlardan ay payom, terisi aynalayın, kelbetine, sen bizga aq besinsin, kelbetine, sen bizga aq besinsin, kelbetine. Аплодисменты Ахан Аблайхану. Бурные аплодисменты. Огромное спасибо. Киргизским братьям огромное спасибо за то, что за терпение, конечно. Вам, если это праздник ваш. Мы стояли в зачинании этого движения. Начало года. Жылдың басында білгендердің баталарын алып, Құран оқып, осылай құрметтеп, жолымыз ашық болсын арқаша. Не деп? Басында солай. Енді жыл сайын өткізіп жатырмыз. Құдай деп. Традиция. Жақсы традиция болып кетті. Разрешите мне пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни, чтобы мы все собирались за этим преемственным Дастарханом. С каждым годом мы тоже не молодеем. Потихоньку догоняем вас. Ну, кто не согласен, может не подписываться. И как бы небольшой подарок вот Абу Құрдасым Шымкенттен өзі келіп, Аблайханды алып келген. Неше жыл өтті, 94 жылдан бастап бір-бірімізді танимыз. Аблайхан басында бұндай атақты не болмаған кезінде осы Москвада таныстық. Енді Аблайхан по моей личной просьбе одну из лучших песен, которую сочинил в то время, мы жили на Китай-городе, наша диаспора была, аспирантов, докторантов. И был у нас Агашка, сам он вольный художник по призванию. Сочинил стихотворение, подобрали музыку, и первым эту песню исполнил Аблайхан. Песня шикарная. Звучит на казахском языке «Адалдық» деген. Попросим Аблайхана.
сөзін де әнін де жазған. Сейчас, подожди, Аблайхан, подожди. Низкий фильтр волосы. Сөзін әнде Туралы Мүсірепековтікі. Туралы Мүсірепеков осы Москвада 30 жылға жуық тұрды. Қазір Таразда ол кісі. Мұхали Махатаевтың сөзі жазылған композитор Туралы Мүсірепеков. Адалдық. Тағы ашу келіп алтыныма тығылды, ақылымның есігінен аттай бере жығылды. Гүлге тұнық көгерме тоқыз састағы байлар, бас изедім, ағам айтса хош көреді. Жанның бәрін жатырқамай, жақын дедім дос көреді. Араларын ажырату жамауыр болар ма? Адалдықпен адаладың сенді. Адалдықпен адаладың сенді. С праздником, Аксакалы! Aransın bağlar ağlar, ağayından ağayım. Ağayım beni sütü yapar, aldığına kençılapır. Yoldan yanarında, çalgınlara soraktır. Ömürdeki Мыңда бір рахмет. Қандай сөздер? Бәрекелді. Бәрекелді. Менің ерген жолдаштыққа бекесен,
basirim silmese için camon tustiğanda yancışan bir kukuran korbularını istesin için camon tustiğanda yancışan bir kukuran korbularını istesin. Yesin gitmek harbi yaşın gülü. Yesin gitmek pişkinin gülü. Canımda zanday sorunu Üstünden değil Şallarım yaşlı Anlayı sorun Umarız görüşken şaşarız birimiz kaçacağız ayağında durmuş başka şart başka ar gibiyiz ar kardeşler cadabız ayağında durmuş başka şart başka ar gibiyiz ar kardeşler cadabız çok çok rahmat. Belgeler burada buluşmadı. Belgeler kanaka bilen de Kırgızistan arça. Biz Kazakistan'da Kırgızistan arçalarına hemen çoğu yapacak. Апсиетов Ренат Амунханович, в честь празднования 23 февраля Дня защитника Отечества за активное участие в мероприятиях, проводимых в КЗНК в Москве, желаем вам здоровья тела, бодрости духа, долголетия и счастья. Ренат, беги сюда. Видите, я же не зря благодарности раздаю. Учтите, взяточку сразу. Следующая благодарность, это сегодня среди нас его нет. Апсиетов Ернат Аманханович, ну, брат Ренат, наверное, сейчас я дам слово нашим вице-президентам Айшат Байгазиевой и Гульнара Бекарстановой. Они хотят тут мужчин поздравить, я по ходу потом буду включаться. Қымбатты біздің отан қорғаушы
біздің көрікті жігіттеріміз біздің қазума қазақ тілі ұйымының президенттері және осы ұйымдарда өте көп қызмет атқарып жүрген жігіттерімізді бүгін мерекелерімен құттықтап, аздаған сыйлығымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Дорогие друзья, знаете, что человек, скромность украшает человека. Ее муж, если честно говоря, кавалер Красной Звезды. Недавно было 40-летие, вывод советских войск с Афганистана, да? Вот Ахбай с ранением, между прочим. Но скромность украшает человека. Об этом он никогда не говорит. А орден Красной Звезды просто так не дают, если честно. То что хвала, бурные аплодисменты. Да. Супруга, как говорится, это ветерана афганской войны. Он именно горячей точки получал ранение. Сейчас дома. Ну, ничего страшного. Давайте. Похлопаем, дорогие друзья. Ваши подарки будут включать по ходу, да? Благодарность Акбаю Жандарбек Бектубаевичу. В честь 23-го. Конечно, благодарность вручается от региональной общественной организации Казахская национально-культурная автономия в городе Москве. Благодарность вручается Аблайханову Спанову в честь празднования 23 февраля, Дня защитника Отечества, за активное участие в мероприятиях, проводимых РВО КЗНК. Желаем вам здоровья, бодрости духа, долголетия и счастья. Dostlar жүрсіп қайда, бірге де қой жанымыз. Еске аласың осындайда, келші қайық бәріміз. Также, конечно, от региональной общественной организации Казахская национальная культурная автономия в городе Москве. Извините, что я так все зачитываю, потому что мы вручаем эту благодарность всем нам известному, многоуважаемому, заслуженному деятелю культуры Казахстана. Турсунбаев Абу-Ислам Джамилдаевич. Надпись аналогично. Во имя продвижения казахской культуры будьте готовы. Всегда готовы. Так что, дорогие друзья, иду получать грамоту. Бурный аплодисмент, дорогие друзья. Иду получать грамоту. Коммунисту надо, комсомолец сказал есть. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не будем говорить, что сделал пионер и что сделал кибренок. Всем ребятам пример. Дают, везде дают, да, вот дают. Не знаю, У нас еще есть, конечно, благодарности и это там, да? Сейчас покажу,
Ерназар. Медеу Ерназара вы все знаете, да? Я ему почетную грамоту выписал, но честно оставил. Вот я думал, Нет, можешь по не электронке будет. скинуть. Чё, почему? Будет Там 2 марта. Будет 2 марта, уже сказали, да? На Рязанке в ресурсном центре будет вечер, творческий вечер общественного деятеля, казаха Кайдара Хумарбекова. Кстати, возглавляет группу супруга его, Цахмжамал Мигеева. Я обижаюсь, что на тот вечер, ну не сцена здесь для тебя вручать, будем с большой сцены вручить твою почетную грамоту. А подарок он, конечно, пойдем на вручение. Bollап балдайдарым, сақтансам ал баурайларым, аялаға бек туған ел, тағындырған жайлауы. Коротко, ясно. Ненавязчиво. И обязательно мы хотим поздравить с Днем защиты нашего президента КЗК Казахской автономии Серика Туймамбаева. Кстати, всем спасибо. Вот теперь поняли, почему я 9 вице-президентов назначил. Сейчас вот написано там вице-президент Ахбаев Жандарбек вручил мне благодарность. Да? Только у меня еще есть возможность еще 8 получить, их 9. Сам себе не буду вручать, а он 9. Значит, еще 8 получу. Рахмет всем, благодарность, рахмет. Конечно. Передаю микрофон нашему уважаемому Абу Исламу. Дальше он. Это, здесь Алкаш, құрметті қазақтар, құрметті қыздар, ортаға шығып. Звук шығар, бәке. Хоп, аяша. Хоп, аса.
Kızılırık tөгілгендей қара шашың өрілгендей сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрінгендей Kızılırık сүйіп қалдым мен сені көріп Kızılırık қойшы маған көңіл бөліп Kızılırık suyup kaldım ben seni görüp Kızılırık koşmadan gönül bölüp Kızılırık suyup kaldım ben seni görüp Kızılırık koşmadan gönül bölüp Опа! Оста! Саратов! Самара! Уральска! Семипалатинска! Астрахань! Ой, молодцы! Естен кетпей қойды бір қыз жарасып жүрміз қосып алмай жүрміз боламын мен де сендей жұлдыз ей көресің ай көресің Естен кетпей қойды бір қыз жарасып тұрмыз қосып алмай жүрміз боламын мен де сендей жұлдыз ей көресің жоқ сен маған жоқ де өкпелеме сен мейлі өкпеле мен біреумін жерде де көкте де жаным Естен кетпей жүрсің тек сен жаныңа жетсем келіншегім етсем боламын қателесіп кетсең мен төрешің мен болам төрешің тани алсаң жігіттің төрешің
жетелеп алған еді. Тұратын жолда еді. Мен үшін ең әдемі. Өрісіз жаным. Ай-яй-яй, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, Мария Магдалена. Ай-яй-яй, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха. Мария Магдалена. Это красный китай. Гулябче, ты красавица вообще. Город Оренбург, поздравляю всех с праздником. Город Самара поздравляю, город Саров поздравляю. Ты красавица вообще. Gülgerdi aşara, kızlardan gajaba. Hey, ellerim maqtay, jür almaymiz maqtay, gözünden saqtay. Gülapşimam gülapşi, bakır bol jurapşi, ты красавица вообще. Ты красавица вообще. Низам. Остальной көңіл көтеру бізде. Мына екінші стол деген, да, бүгін. Мен рахметті айтқым келеді. Неге десе, солай көңіл көтеріп, мына бүгін Низатты тойды көтеріп нетіп отырғанына. Көп рахмет бәріңізге. Осылай біздер бәріміз қазақпыз. Келгесін үш тартып, қазақ деп, қазақты көріп, қазақтың тілін нетейік дедім. Потому что бәрімізде енді туған жеріміз алыс қой. Солай сүйіп келіп, қазақты сүйіп, осылай келіп отырса көп рахмет. Мен ризамын, өте ризамын, көңілім өте толып.
көп рахмет. Ана мына енді мына мен өзім Самардан, енді мына тосты мына Іншекке Сараптан соған берейін. Ерген деген. Если Мерген Булат, Ром Дамшар. Я Орша тоже скажу сейчас. Я первый раз на Дне Аксакалов, который проводится здесь организаторами. Я очень рад быть здесь. Кингслерда от души поздравляю с праздником, всех мужчин с праздником. Огромное спасибо организаторам. Шатапа Серкагай, Сергей Губков Рахмет. Чтобы этот праздник, который в Дню Аксакалов проводится, чтобы он не заканчивался, чтобы он продолжался. Чтобы после вас мы подхватили вот эту традицию и вели. Ал всех с праздником, амандық бәрімізге. Құрметті ағайындар, қосалқы мына жақсы той, осы жақсы жармарсы. Прекрасно был сегодня вечер, правда, если честно? Я думаю, стоит послушать шикарную музыку из репертуара, как говорится, Хазанқалиева, песен Зажеля. Казахский народный тест Зажелял. Самара где Самара? Сартау где? Урал где он? Урал где Урал? Астана где Астана?
қарындасым пай пай пай. Тағы шуағына шағыла, жүрегімді қоймайсың ғой сағынбасын ай ай ай. Ой жеңге, құтта болу қамын ойлап қой жеңге. Ой жеңге, сізге бізде таусылмасын той жеңге. Ең сұлу, қара көзім қарағаны ең сұлу. Сен қалаған арман ойдан табылу. Басыма сен бірге, менің туған өлкеме. Арман тізіле тұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таңғаламын қарындасым пай пай пай. Тағы шуағына шағыла, жүрегімді қоймайсың ғой сағынбасын ай ай ай. Барасың ба сен бірге, менің туған өлкеме. Арман тізіле нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таңғаламын қарындасым пай пай пай. Тағы шуағына шағыла, жүрегімді қоймайсың ғой сағынбасын ай ай ай. Арман тізіле нұр ойнаған жүзіңе, қараймын да таңғаламын қарындасым пай пай пай. Тағы шуағына шағыла, жүрегімді қоймайсың ғой сағынбасын ай ай ай. Келбетіңе таң санам, жұлдыз мысың аймысың, басылулық тән саған, қалықтаған аймысың. Салтанатты әніммен аралаймын гүлбатты, сүйдім сені жаныммен, шерімдесің барлық тәтті. Аспанда қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманым талаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанда қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманым талаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Sen
ішінде сен жоқсың арайлым арманым талайдың бағыма байлаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын естен кетпей қойды бір қыз жарасып тұрмыз қосып алмай жүрміз боламын мен де сендей жұлдыз ей көресің көресің ай көресің рахмет қанекей қасиеті бар көп қасиеті көп қой соның ішінде ең қасиеттерінің бірі үлкенді сыйлау кішіні қамқорлау сондықтан бәріңіз де бақытты болыңыз аман болыңыз дендеріңіз сау болсын бала шаға аман болсын еліңіз тыныш болсын ұйымдастырушыларға үлкен рахмет жылда осындай қарт адамдарға сағалдарға осындай көңілдерін көтеріп сондай ұйымдастырушыларға жылда ұйымдастырушыларға көп рахмет барлықтарыңызға семьяларыңызға үлкен бақыт тілеймін өмір жастарыңыз ұзақ болсын міне мына ойларыңызда бір ақсақал болмай сіздердің қатарларыңызда 45 жаста деді Сақып Жамал сол сияқты осындай жақсы демалып қалдық үлкен рахмет барлықтарыңызға үйлеріңізге нұр жаусын тілеген арман тілектеріңіз орындалсын біз тілектеспіз ау жастар көп рахмет айналайындар молодцы бірнеше жыл сіздер қуанып жатсыңдар бізді осы
рахмат сендерге алла тағала бірнеше есе болғансын бала шағаларыңыз аман болыңдар жүректеріңді қуаныш кетпесін жүздеріңнен нұр кетпесін аманшылық болсын осылай басымызды қоса берейік амин ал енді осы жақсы жастарға рахмет айтамын жаңағы айтып жүрген айтқан бәрібір өзінің досының жақсы жаңа айтылды сондықтан денсаулықтан мықты болсын осындай алла тағала сендерге мәжілістерді өткізе беріп күш берсін мүмкіндік берсін жігер берсін жақсылық билік бізден болсын қарсы болсыңдар бата боласыңдар батасыңдар сендер батасыз қалмайсыңдар былай деген аман болыңдар. Құрметті бауырлар, мен бәрінен үлкенмін. Смешно, да? Ну-ка, давай выйдем, поборемся. Со мной. Кто сильнее меня? Есть такие? Желающие? Так что тут уже подсказ по существу. По существу просто. Көп рахмет бүгін жиналғандарға, қазақтар, қырғыздар, түркмендер, таджиктар, все мусульманские, так называемые нации. Мы очень довольны, что мы сегодня действительно встретились. Вроде каждый по своему назначению, біреуінің шөтегін кесу, біреуінің шөтегін кесу, а біреуінің үйленуі, біреуінің күйеуі шығуы, біреулерінің біздің қасында тұрған қыздардың бір жолдастарын тауып алу шаруалары тоже проблема. Сондықтан барлығына көп рахмет. Бүгін жиналғанымыз осындай жақсылық болсын, ұзағынан болсын. Осындай ұзақ кейде жинала берейік бәріміз. Бәрімізде қуаныш, өлең, әнменен бірге жүріп, қазақ қырғызға үйленсін. Қазақ қырғызға үйленсін. Қырғыз қазақтың қыздарын алсын. Сондай тату тәтті өмір сүру дейтін болып olsun. Неге десе қазақтар қара қырғыз, ақ қырғыз дейтін баяғыда бөлінді. Бұл ел, бір ел. Сондықтан барлығымыз бір, ата бабамыз бір. Сондықтан бақытты болайық, саушылықта болайық, жақсылықта болайық. Бір-бірімізде көмектесіп, шамамыз келсе бірімізге көмегімізді жасап, сонда жақсылық жасап. Біз орыстардың арасындамыз. Орыстар шовинизм, запомните. Поэтому нам надо будет дружить и друг друга поддерживать и удерживать ситуацию, чтобы мы в случае чего мы могли в один кулак выступить, друзья мои. Рахмет барлығына, аман болыңдар, семьяларында бақыттық болсын, жақсылық болсын. Барлығының Саке, поменьше жри, а? Вот жрет, я говорю, он жрет. Ты жрать-то можешь другой раз мог посадить. Поэтому я, Аксакал, имеет право кому угодно сделать замечание. Попробуйте дожить до моего. Попробуйте дожить до моего. Вы поняли меня? Всех благ, дай здоровья, всем вот будьте счастливы. Үлкен рахмет, сөйлеген тұраңқысы Құрманғазы оркестрінде ойнаған. Құрметті ағайындар, Құрманғазы оркестрінде отырар саз оркестрінде ойнаған. Көп адам біле бермейді, сол жерде рекламная пауза. Оркестр, государственный оркестр Құрманғазы. Ду қол шапалақтау. Рахмет. Ал қалай айтылып кеткен жақсы лебіздеріне қосыламын. Осы ұйымдастырылған кешті
жақсы өткізілгеніне өте ризамын. Бәрі қатысушылар, қонақтар, үлкен жастылар, орта жастылар, кіші жастылар, бәрілеріңе тілеймін денсаулық, амандық. Әсіресе қазіргі заманымыздың аспан ашық болсын деген тілекпенен осы сіздерді құттықтап бүгінгі сол ерлердің мерекесі дейді, бірақ меніңше әйелдер де кем болған жоқ. Отан соғыстарында, қазіргі заманда да әйелдер жағы еркектермен бірге қару-жарақпенен танысып, әрине, бірақ әйтеуір әскерлікпенен байланысып жүрген соны айтайын дегенім. Сондықтан бәрімізде амандық тілеймін, деніңіз сау болсын. Келешекте тағы да көп-көп жолға берейік. Осылай шақырғанда елеп ескеріп келгендеріңізге сіздерге рахмет. Мінекей қарты бар деген қазынасы бар деген қазыналарымыз сіздер. Серік Тойғанбаев бастаған мінекей топ молодцы. Бүгін өте активно қатысты. Әйтпесе келмейғандар да бар. Ақсақалдар ішінен, әйтпесе бұл өзіміздің ортамызда, Оразкөл, тағы басқа қыздарымыз жігіттерім келмей қалды. Бірақ орын толықтырып, басқа кісілерге бәрімізге үлкен рахмет сіздерге. Орындарыңызға жайғастыра рұқсаймыз. Мынау шаңырақ қырғыздың шаңырағы, Москвадағы, сол үшін многочисленный просьба қырғызша бір ырдап беріп жатыр. Бір қырғызша ырдап қояйын. Арасында жашы менен жамандың, мен де жақшы, мен де жамандым. Өйткені бұл бандай жұрт қатарлы адам деп жайын ақынадап қойып тұрғандай, ошол бір туғандар көрбетті. Сыймақ бешекен бері күзгі мөлшерді жана қайта ордап қойын. Осенние дожди.
Теперь платные. Бесплатные Аналарымыздың құрметіне, осы жерде отырған қарияларымыздың құрметіне Кентау Назарбековтың әні «Ана туралы». Жетелеп қостың өмір арнасына, баланың ғұмырының жалғасына. Қадірлі бұл өмірде қасиетті, анадан артық адам бармасың. Ардақтап аялаған асыл анам, көрсе де қиындықтан жасымаған. Ақтасын еңбегіңді перзенттері, мәдере бақыт беріп асыраған. Өзіңнен жан шуағын оқыманы, жүрегің саған айтам тұнық әні. Жабырқай қалсаң егер жаным жүдеп, ана жан еліне жұмыламын. Ардақтап аялаған асыл анам, көрсе де қиындықтан жасымаған. Ақтасын еңбегіңді перзенттері, мәдере бақыт беріп асыраған. Таусылмас тастарымсан асыл әнін, бір тыңдап құдіретіңе басырамын. Барқаған тамырыңнан бұтағыңмын, жайқалған немерелер жапырағым. Ардақтап аялаған асыл анам, көрсе де қиындықтан жасымаған. Ақтасын еңбегіңді перзенттері, мәдере бақыт беріп асыраған. Көп рахмет. Сіздер вальске шықтыңдар да, тағы Абу, бір вальс әуре Апа, билеңіз. Алыстан мұнарланып шалқыған көл, бетінде күннің нұры балқыған көл. Жарысып сап көместей ақ көмегім, апайда мөлдірінде қалқыған көл. Айдын көлім, қот мекен ата қоныс туған жерім. Жағында жас балалар ойнаған көл, жан жануар суында ішіп тоймаған көл. Жарысып сап көместей ақ көбегім, апмайда мөлдірінде ойлаған көл. Айдын көлім, қот мекен
атақоны суған жерім. Сыртыңда ақ көз үйлер жарасқан көл, алдас бір-біріне қарасқан көл, ағайын тату тәтті қоныс бірге, қалжайды сағат сайын сұрасқан көл, айдын көлім, құтменен атақоны суған жерім. Құстарым әуен қосып шулаған көл, шуақта балықтарым тулаған көл, сапырып сары қамыс ертелі-кеш, басында кеңес құрып дулаған көл, айдын көлім, құтмекен атақоны суған жерім. Айдын көлім, құтмекен атақоны суған жерім. Көп рахмет. Прекрасно все в этом мире бушующее, есть только мир, за него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для сыных пирамид, а для звезды, что сорвала все падает. Есть только мир, ослепительный мир, а для звезды, что сорвалась и падает. Есть только мир, ослепительный мир. Этот мир далекий сквозь столетия, но не всегда по дороге вести. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Жан, дорогой, а всех поздравляю с праздником, дорогие.
призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Дорогие друзья, еще раз поздравляю с праздником. Желаем вам приятного утра. Аплодисменты, дорогие друзья. Да. От Жандарбек за песню посвящается аудитории. Лишь твои глаза мне улыбнутся. И еще я чувствую, и лишь когда она мне нужна, ты знаешь все, ты скажешь, где она, где она. Синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий иней, синий-синий. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой?
болыңдар, рахмет. Бәріміз аман болайық, заманымыз тыныш болсын. Амин. Иә. Қаншама Естен кетпей қойды бір қыз, жасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, көресің, көресің, көресің. Мен болам көрішің, тани алсаң, жігіттің көресің. Көрішіңе бір күнді көнесің, жаным, жаным, жаным. Делай, Джана, Джана, ёпа-опа.